Бүгін біз мынау Үрімжі қаласындағы үлкен халық театрында Қазақстанның әйгілі өнерпазы, қазақтың жыраулық өнерінің мұрагері Бекболат Тілеуқанұлының концерттік кешін көргелі келіп отырмыз. Бекболат Тілеуқанұлы қазақтың сонау 15-18 ғасырдан жалғасып келе жатқан жыраулық өнерін жалғастырушы, мұрагер болып қана қалмай, оны тың өреге көтеріп дамытушы. Ол осы өнері тұрғысынан Қазақстан халқының әйгілі өнерпазы ғана болып қалмастан, бүкіл дүние жүзі қазақтарына ортақ өнерпаз. Сондай-ақ адамзаттың мәдениетіне үлес қосқан үлкен өнерпаз. Шыңжаңдағы Нұрарқа концерттік серіктігінің шақыруымен келіп, мына бізге бүгін үлкен өнер көрсеткелі отыр. Осындай үлкен өнерпазды ұсыныс қып әкеліп отырған Нұрарқа концерттік серіктігіне жалпы көрермендер атынан рахмет айтамын. Рахмет көпшілік. Ассалаумағалейкум. Көктегі аймен күнмен иықтас, төбесі көк тіреген, басы күміс, бауыры жасыл манат Тәңір таудың етегін жайлап, баяғыда бабалар ошақ қағып, от жаққан жерде беймарал түтін түтетіп жатқан аттылардың бүгінгі әулеті. Қайырлы кеш, байырғы жібек жолының бойында достықтың жібек жібін жалғап, ел мен елдің арасына атан түйе жүргізіп, мың бір түйе керуеннің қоңырауы құлағынан кетпеген бүгінгі Қабат қала Үрімжінің елі. Қош келсіздер, мынау бүгінгі сәулетті сарайды толтырып отырған, қарқырадай болып бұрынғының соңын көріп, сөзін тыңдаған абыз ақсақалдар мен әз әжелер. Мұны тұрған үлпер шектей ұлменен, қызғалдақтай қызды өсірген ардақты ағалар, аяулы жеңгейлер. Осы кешке асығып, алқынып, алыстан жуықтан жиналған қымбатты көрермендер. Сіздердің сәтті қадамдарыңызды бүгін шынайы шын пейілмен алқып бір, шалқып бір тұрып құттықтағым келеді. Неге? Неліктен, не үшін дейсіздер әрқашан? Негесі сол, бұл кеш сіздерді қаланың маң-даңғаз ашуылынан алыс, даңғайыр далаға шығандатып, тіпті анау алыстағы сізге де арман, бізде де арман, елес боп қалған бабалар заманына бастап барарына сенімім кәміл. Бұл ғажайып кеш қаныңа, жаныңа жақын кеш. Қазақи қазақ қалпыңа, рухыңа қауыштыратын қайырлы кеш болатынына шүбәланбаңыз. Ер мойын қобыздың қылшегін қияғымен сүйкіп жіберсе, ішін кернеген көп арман, қою қошқыл саз болып күңіреніп, көңіл шіркінді, қайран да қайран бір болмыстардың қалып қойған ескідегі ғасырлардың сар жұртына қондырып, ілкідегі қасиеттеріңді ынтызар, аңсау, сағыныш сезімімен боздатып, аруанадай аңыратып бір еске салатын. Көрген адам өзін Қаздуған мен Бұқардың тамырынан тараған жыраулардың жұрағаты емес пе деп қалатын. Сөзі баяғының қартындай, өзі ұлт намысы десе жанын кешіп берер бейбіт күннің жалаңтөс батырындай. Ал жаратқан берген дауысы Алтығырдың ар жағына жеткізгендей ғаламат әнші бүгінде үйрін іздеген тұлпардай Алашымның баласы амансың ба деп ел асып, жел асып алдарыңызға келіп отыр. Алайсыз, бүгінгі кеш деп ішкен асын жерге қойып келген асық көңілдеріңізді зарықтырмай, алталаш сүйіп тыңдайтын әнші ұлдарыңызды ту қолы шапалақтарыңызбен төбемізге көтеріп, төріңіздерін орын сыйлайық ағайын. Өздеріңізбен әдемі кеш аясында қазақ елінің еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, белгілі жырау, әнші, педагог, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеуқанұлы алдарыңызда. Қарсы Жебекті жүн құлады тұталымаған, жігітті құл құлады күталымаған,
жамандары мені біте алмаған. Саған қалқымай, ой жүрмін шалқыбай, әнімді айтыбай. Жамандар доспен досқа от тастаған, кіміздер бостан босқа жоқ таспаннан. Қырық жол қиыншылық көрсе дағы, қашанда шын асылды тот баспаған. Саған қалқымай, ой жүрмін шалқыбай, әнімді айтыбай. Саған қалқымай, жүрмін шалқыбай, әнімді айтыбай. Taralan bozdun gülere jerege, ölende gületesen, gületeyen, koңырдан koy örgüzüp kenildi. Sağındım aynam, sağındım seni. Oylap tursam beregen saray, sarayga gözüm taldı qaray qaray. Tağdır men Tangırga sen öpülüme bak beni talay. Sağındım aynam, muhide şeyben. Қазақтың сарыарқасы сіздерге сәлем айтты. Астанадан ат басын осы жерге тіреп тұрмын. Сондықтан да мына жүрегімді басып қара өлеңнен бастағаннан кейін ұстаз Мақселеудің сарыарқасын сіздерге айтып берейін. Сар жайлауым менің, жан жайлауым менің, ән жайлауым менің, беу беу сарыарқам. Аққуаң сап қонған ақ маңдай гүлдер, салсамалы саумалдай болған мақпалыдай бередер. Балбұлақ есіліп аққаны арғымағы көсініп шапқаны
dala, obuz dala sararkay. Kasiyetli tören kirbi yegem, jezgi yegem, şergüyüm sararkay. Keng besigim menin, köl gösürüm menin, sende sırrım menin, bev bev sararkay. Жаралғандай нұрдан қыздар аварман, қамалдардай қасқайып тұрғындар тардан. Боз торғайы қоңыраулатқан боз жұнтан омырауға аққан Abızı dala, obuz dalay sararkay. Kasiyetli törem kirvi yegem, jezgi yegem, söz tüyünüm sararkay. Kirvi yegem, jezgi yegem, şergüyüm sararkay. Атақты Кененді білесіздер. Базарназар дейтін екі бөбегі шешектен шетінек кетіп қайтыс болып, сондай бір қайғы үстінде қиналып отырғанда қырғыздың игі жақсылар жиналып, Кененнің өзі жақсы көретін Айдарбек пен Құрманбек дейтін азамат бар. Алдына Османқұл дейтін ақынды салып, көңіл айтуға келген екен дейді. Осы жерден бір керемет. Адамның алатын пайдасы зердесі өте көп. Ағышкеде бән салып Кенен былай зарлап отырған кезде, көштің көркі керемейді, түйесі жоқ ой дүние-ай, таппай айтқан сөз жаман, киесі жоқ ой дүние-ай. Қырғыз қазақ білетін Кенен едім, домбырамның қалып той, есі жоқ айқай дүние-ай, салдың кей-кай, омырауымнан үзіліп түстау, екі-ай деймай, ой дүние-ай. Базарым-ай, назарым-ай, қуш ешектен болдау сенің ажалың-ай, ой дүние-ай. Деп зарлап қиналып отырған кезде Османқұл қасында қырық жігіт бар. Қаратайып сойыс қалып келіп, жетімес қымызды теңденіп, Атеке деп Кененнің алдында көңіл айтып сөйлеп тұрған жер екен. Атеке, Атеке, аманбысың ол Кененім, көрішкені кемедім, қайтыш боптау қайтесің, базардан азарей бөбегің, Алатауды жаңғырсыздарда
аттанып салған ей әуелі жалғырығың жетісен өткен көкімдер ол өкінсін ата-анаңнан айырылған өзің деген жетімсің әйешің тағауыл туып мойныңа қайтып секірсен емек оқи балдарым-ай атақ оқи балдарым емек айдана көрейін алатаның башыңа бұлыт отырды орта жасқа келгенде қоңылтып қайды орныды 40-тан асқан жасың бар көк аласа қадей жашың бар қамын бағынген екен түскен тұмай жарқ етіп атқан күндей ашылар әйесің тағауыл туып асығын қайтып ей шашылар емек оқи балдарым-ай атақ оқи балдарым емек айдана көрейін сүрілдеп ішеге борборым едейім болдың о шоңборым қамықпағын кенеке мұраның сенің кебекен ноғайбайды талмаппен жалмайтын бәрінде жер екен қыр жігіт бар қасымда көрішуге жиналып күйгігіңе қиналып сізбен саламдашуға қапа болған көңліңді достық жолмен ашуға қатарласың кенекем қапа болған шо жасымда өзіңді қатты сыйлайтын айдарбек пен құрманбек құрбыларым қасымда дүние бізден өттетіп қаратайды жетектеп қазақ қырғыз сойысын алып келсек ол нетесеп хақ жетімес қымыз теңгеміз қара кепе өңгөріп алдыңа келіп біз тұрмыз балаңды жоқ тобу еңіреніп атақ оқи балдарым-ай емек оқи балдарым емек айдана көрейін дүниеге әргімен келіпті Алланың өзі ерікті Дәуіт деген пайғамбар Аллаға қолын жайғанда бір намаздың үстінде 30 ұлы өліпті бергенде Құдай өзің деп алғанда Құдай өзің деп оларда сабыр қылыпты сынамаққа Құдайым Жебраилді жіберіп бір жылдай сынап ол көріпті жас шықпапты қош көзден танбаған соңғы сөзден 30 ұлға татитын жалғыз ұлдың о беріпте оның аты Сүлеймен 18 мың ғаламды патшада болып билепті оттың да тілін біліпті судың да тілін біліпті періште мен шайтанға тамашалап ол мініпті қамықпаған кенекем ошондой сыра болып емек оқи балдарым-ай атақ оқи балдарым емек айдана көрейін Енді Абай ауылында бұнымен шүртті өмірім айтқандар көп болған, соны Абайдың шәкәрім өлеңдерін бір байқап өздеріңіз табиғатына келе ме келмей ме байқап қараңыздаршы. Тәңірім қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ол кезімде бал едім мен.
айнымасау бекебем талақ етіп бұл ғаламды болды мәлім кеткенің кінәсі жоқ жас адамдай қатты соққан ниеттенен ел жүреген жас емес пе еппен айтсаң жұбатып ғашықлыққа мас емес пе кетсең еді ой жұбатып енді осы абай тұстасқан өзінің інісі шәкәрімнің әніне салсақ бұл ән бұрынғы әннен өзгерек бұған ұйқасты жаңа сөз керек ұйқаса қолайлы денең жан нұрлы болса жөнделмек өлең ән көлшеп салса өңдірмек ұйқаса қолайлы ән өлшеуі шөлден күміс қоспамыз аралылық артық алу ем салу қапы қалу жарамас енді мына әнді қараңыз келе ме келмей ме шыңында өскен алтайдың сіз бір шынар бір көруге жүзіңде болдым құмар әйдай жорғатай ақбикеш мана той қызылдан бордатай айдай құрылым заулачай кешкен тайдан бір күстен құрбым едің келіп кетіп жүрсіңші амандасып әйдай жорғатай ақбикеш мана той қызылдан бордатай айдай құрбым заулачай болғайсың қош қалқай қош болғайсың боз жорғаның шылбырын осалғайсың іңкәр ой ақ еркек аман бол
Tuğdama seni dünyayı жалықпай ұстатпай сен судағай балықтай іңкәрай ақ еркей аман бол. Қайқая шапқан қарагер қайырлар мекен қайран ел атымды солубай деп әкем қойған ұруым жантекейдей ортан ойған ай шіңгілдің мөлдір суында ой деп салған әнім Сұлубай. Сұлубай өргерейдің батырымын әр жерде теңдік алған ақынымын ай бұлғары белбеу бұраң мекен біздің ел басында мәуесі жоқ қуғайының жігітке керегіне уайымының ай сағымды дала сарай бер сағындым сен ау қайран ел шіңгілдің мөлдір суында ой деп салған әнім Сұлубай. 30-шы жылдардың ортасында қазақ даласына алғашқы технократты даму келе бастаған кезде бұны да әнмен суреттеген. Көп жерде бірдеңенің көрініс суреттегенде күймен суреттейтін, аққу деп, басқа деп суреттейді, бозжорға деп суреттейді. Бірақ әнмен қимылды суреттеу деген өзі онша жиі кездесе беретін жағдай емес. Мына паровоздың орнынан жайлап қимылдағаннан бастап екпін алып кеткенге дейін көрінісін бәрін әнмен суреттеген біздің ұстазымыз Манарбек Ержан дейтін ағамыз болған. Сол кісіден қалған паровоз сіздерге айтып берейін. Бұл әннің бір ерекшелігі сол, бұл енді тұрған бойы өзі музыка сурет. Сарынын қарап отырсаңыздар. Енді ол заман сондай заман, олда тарих анау деп мынау деп айтатын нәрсе жоқ. Бастаушын компартия деп бастаған, енді біз тарихты бұрмаламаймыз. Сол сөз қалай айтылды, қалай жазылды, солай айтамын. Öfkesini bergen mağan ay Sonduktan Vatanımdın şıraylı Tabısem jer jarada yankıldağan ay Aynalam жайнаған жайнаған алтын таң ұранның темір нарком орындаған аумаған ауыспаған құрыш табан сылқырап 100 мың вагон жетегінде әнімді естіртемін аңқылдаған әнімді естіртемін аңқылдаған жарқыра өндірте атылтай айнымаймын қарқыннан аянбаймын халқымнан айнымаймын қарқыннан рельстер жол ашып жол бұзып
қарап отырсаңыз, мына қырғыздардың ана қолымызын тартқанда бір қолын былғап тартатыны бар ғой, соны әнге салып айтады екен. Сол жаңа Молдабай дейтін шал өзі палуан болған, ол кісі өзі сері болған, өзі ақын болған деген сияқты. Сол Молдабай шалдың айтқан өлеңімен сіздерге көрсетіп берейін. Алға жарбы болса да айтар сөзге тілге бай, сөйлер сөзге келгенде орынбордың алдында тағалаған жүр Құдай. Сөйле тілім жалақпа, жазма жақсы қазаққа, білгеннің де айтпасаң тыңдар сөзің көрмеген, сөздің айтқан қазаққа. Ақуғыздай шарықта, жақсы менен жаманды, аудармалағы дейді, көп ішінде қалықта. Молдабайдың ән едің, Молдабайдың ән едің, уақайғынды бән тазабын домбыраның тән едің. Хандар еген көзіне, кімдері өз болмаған Молдабайдың сөзіне. Ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді, шымыраулы болмаса шидің сәні келмейді, егескен жауым қатпайырдың сәні келмейді. Қара жерден қар кетпей, көңірей шалғын жер кетпей, жердің сәні келмейді. Қызыл жасыл күйінбей, қыздың сәні келмейді, қыз от бала жиылмай, жердің сәні келмейді. Молдабайдың ән едің, осылай қызды бән салсап, домбыраның тән едің. Е Мәдине, қазақтың күйі, әні, жыры бір-бірінен ажырағысыз дүние. Осы үшеуін бір-біріне жалғап жатқан алтын арқаудай, каусар бұлақтай киелі өнер айтыс екенін осы отырған көпшілік әбден біледі. Айтыс Бекболат үшін тіпті де алшақ емес. Бүгінгінің жырауы бойын дуылдатқан рух пен шабыттың бір қуатын осынау айтыстан алсақ етеді. Сержан аға, аспан мен жердің арасын дауысына тәнті қып, жалпақ жұртты таңдандырған, бұл Бекболатты күллі қазаққа қадірлеткен, оның атадан қалған дәстүрлі ән аманатты атқарып, күңірентіп салған әні ғана емес, қазақтың бүкіл рухани жадыгерлігін, ғашықтыққа пара-пар сезіммен сүйетін мол махаббаты жан еді. Сол махаббат жырауды қазақ тілінің бір тірегі айтысқа бей-жай қарауға келтірмей жүр ағайын. Сонымен қазақы төл өнердің жанашыры өзінің жеке өнер кешінен айтысқа ойып орын беріп, айтыскер ақындарын ортамызға шақырып отыр ағайын. Алмас қылыштай алдаспан жырды жалт-жолт жарқылдатып, жіліктің майындай дәмді, жылқының майындай жылы сөздерін тыңдаушысының буын-буынына түсіріп айтып, бойыңа көшпелдердің ыстық қанын жүгіртіп өтетін айтқыр ақын Балғынбек Имашев әріптесі Анар Бәделқан қызымен төрлеріңізге өнер төгіп келіп қалды. Ал қымбатты көрермен, дүлдүл ақындарыңызға ду қол, шапалақ, шабыт бітірсін. Jungo мәңгілік қазақ елін құрамыз деп Нұрағам көш бастады Нұрабыз боп. Қалың ел сол пікірді қолдап жатқан, біз тұрғанда Шыңжаңға шығамыз деп. Ши Цзиньпин келіп кетті өткен жолы, ұлы қазақ халқымен құдамыз деп.
император үйсінге қыз беріпті, көршімен тату тәтті тұрамыз деп. Жібек жолын қайтадан жалғай келдік. Себебі жаңғыртатын мұрамыз көп. Джунгоға бұдан бұлай жылда келем, шынымен құда болсаң шыдаңыз деп. Егегай, 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 егегай. Нұрағам жүк көтерген нар екен ғой, қазаққа Алла берген хан екен ғой. Аулыңа келіп жатсақ бізді тартқан, керейуақ наймандардың дәм екен ғой. Ағайын ағыл тегіл жиналыпсың, сағынғаның қазақтың ән екен ғой. Бекболаттың сіздерге жеткізбегі, баяғы жыраулардың зар екен ғой. Жамиған алғаш көріп ойлап едім, дауысы еркектерге дәл екен ғой. Зілтемірші Мая мен Зүлфияда, еркек мінез оларда да бар екен ғой. Джунга жақта туылған барлық қызда қара күш пен батырлық тән екен ғой. Ал бүгін мың бұралып анар келді, сахнада сызылғаны сән екен ғой. Джунга қызы Жамиғадай деп ойлаушым, қылықты аруларда бар екен ғой. Егегай, 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 егегай. Әй, Анаргүл, армысың, анар гүлім, гүлім анар. Балдысың ба жездеңнің тілін алар. Анаргүл аруыма қарап тұрсам, өзіне тән сыры да мұңы да бар. Түйаунаған жерінде жүгі қалар, атаунаған жерінде түгі қалар. Біз енді ақылы бар адамбыз ғой, жақсы ақынның соңында жыры қалар. Еркек ақын жолықса шайқасар ем, басымда бөрікте бар, дулыға бар. Керейдің ақын қыздары қиын болды, жезде деп желкемізге шығып алар. Анарда адуынды ақын еген, барған жерде бас бәйгені жұлып алар. Бекболат аяғама еріп келдім, халқына беріп жүрген жырын адал. Бек аға өзің жыра, өзің молда, қазақтың ұстап жүрсің дінін адал. Жер құшсам намазымды өзің шығар, үміт жоқ мына қыздан тірі қалар. Егегай, 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 егегай. Бастадыңыз құдаға шыдашы деп, сіз үшін шығар бізден бір асымет. Жездемді жақсылыққа жұмсап қойған, Нұр Сұлтандай құдаға рахмет. Бұл жаққа сізден басқа кім мақтан ет? Мың бақыт қона бермес бір басқа көк. Керейдің қыздарынан өлдім ау деп, ағасы алаңдама, тым көп қажет. Жамиға балдызыңды шыға салып, еркек шора деп айттың шында себеп. Үйіңдегі жарыңыз жастабан ғой, айтысқа қосатуғын ырғап бөлік. Ол жақта жастабанды мақтаушы едің, күтімі маған деген тым басқа деп. Әйел
алдында айта алмай шеріңді төккенің не бұл жаққа кеп? Жаман күйеу қайынын жамандағыш, қисынсыз кетіп қалма қыл жаққа көп. Аздан соң жас табандар қуып келіп, Балғынбекті қоймасын жырлатпа деп ай. Өлеңге ортақ едім 10 жасымдай, ортаға ой тастайын қорғасындай. Сызылтып әуеніме бір салайын, серінің су төгілмес жорғасындай. Армысың айтып сүйген алаш жұрты, ақынның бір өмірлік жолдасындай. Ата жұрттан келет деп өнер көші, қарсы алды жұрт жиылып жолға сыймай. Көш басында көрінген бек ағамды, сыйлаймыз сапардағы қол басындай. О минутқа шырқаған тірі дауысы, жасатып тастаған ай 10 ғасырдай. Үрім жәркез қарсы алған өнерпазын, мықтылардың мекені болғасынбай. Шаттығың үзілмесін шаңырағыңнан, түсел түскен байлардың ордасындай ай. Қалқыған қара сөзден қаймақ алып, айтыста Балғынбегең айлаланық. Қарасам айбатыңа ай жасқанып, қарасам айбатыңа алдаспандай Абылай қолын алған айға жанып. Көлігін өзгелерге берген жомарт, көрігін қызғарайтын пайдаланып. Кейде сіз кедейлерге көмектесіп, махамбетсіз көрмеген байға жағып. Кейде сіз бір жан салдай елестейсіз, ән салып мұртын жүрген майға малып. Қамары қырбасында белдігі бел, шақшасы жүретұғын сайда қалып. Алашы асқақтатқан ақын аға, қарашы сіздеп келді қаймана жұрт. Арқадан атайгілі сері келсе, алдынан мен де шықтым айран алып ай. Жүрген жері жездеңнің сайран болды, мақтағаны кереймен найман болды. Қайлайдым, қайлайдым, қайлым, қайлайдым маған бермей малы бабый, сақынада домбыраңның өкісі айран болды. Қайлайдым, қайлайдым, қайлып, қайлайдым айналайын анаргүл, қандырмақ болсаң шөлімді, айран бермей шұбат бер. Жалмен жая асатсаң, жапырақтап турап бер. Ат мінгізсең астыма, жауыр қылмай құрат бер. Шапан жапсаң үстіме, басыма да мұрап бер. Ат шапанды нағылам, ісмерлікпен ұнап көр. Астанаға апарып, төрге жайып қояйын, естелікке сен маған құрақ көрпе құрап бер. Қайлайдым, қайлым, қайлайдым шықтым дейсің алдымнан, айран алып қазақсынды қонақ жай, қайда халық. Қайлайдым, қайлайдым, қайлым, қайлайдым ашып кетіп айраның ішті ауыртып, қайта жүрмейін сайға барып. Қайлайдым, қайлайдым, қайлып, қайлайдым айналайын ағайын, ұл-қызыңды сынап көр. Ел алдына шыққанда бізге асыл мұрат бер. Тілін, ана тілін жаттаған, баба салтын сақтаған. Әуелі Алла бір Құдай, қандастарға қуат бер.
Тірісіне шуақ бер, өлісіне жұмақ бер. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Шын айтамын балдызың, қиын бәрі. Анар болды бүгінше бұйырғаны. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Астанада Айнұрдан құтылмаушым. Шыңжаңда да бар екен фуйың жаңы. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Қиыстырып қиыннан дедім сені фуйың жаң. Өкпелеме анар қыз, жалыққам жоқ сыйыңнан. Мұны отырған көпшілік қызық үшін жиылған. Сен әніңе салғанда мияулаған Айнұр қыз шықпай отыр миымнан. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Көрерменге жағады тегісінің, керісуден жөн шығар келісуім. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Қанатбекпен айтыса әдем айттың, ұзатылған арудың көрісуін. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Жаңа туған сәбидің басындағы хәл қиын, жас атана білмейді өз ұлтының ән күйін. Қолға салып анарға сұрайыншы сәл бұйым. Мықты болсаң салып бер, бесік тербеп айтатын аналардың әлдейін. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Анар отыр қасымда, екі беті албырап, мен отырмын қасында, екі иығым салбырап. Шын айтамын Анаржан, шаршап тұрмын қалжырап. Бесік кесап әлдейлеп, балғым бекті балбырат. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Алдым мен жезде ойдан сейіліп ал, айрандай ұйып әнге қойылып ал. Қонақта ерің жоқ қой, дәл қазір сен не берсем соны ішіп тойынып ал. Айраным ашыған жоқ, анам ұйтқан, онда анамның сағынышы мен мейірі бар. Алдыңа келген асты ішші жезде, осындағы қазақтың пейілі бар. Айнұрдан зеріктім деп айттың аға, жүзіреттеп әнеугін межеменен. Ол сені балуан деді, алуан деді, ештеңесі қалмадау теңемеген. Сарамен айтысып ең, сақалды айтып араптан кірген деді денеңеген. Ринат Мұхтар жандарды бұлай қойып айтыстың мейірбектей немеремен. Солардың барлығына шыдап жүрген не деген кеңпейілен көрегенең. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, олардың өзісі ғой елемеген. Ал мен сіздің жармаспай жағаңызға сыйласып айтсам болды өрелелең. Төрден орын беретін салтымызбен төредей көтерейін төбеме мен айей. Балдыздан сұрап әлдейді, айт дейме жездем балдай жыр. Бала түгіл байда жоқ, қайтып айтамын ондай жыр. Ананың есіп әлдейін, талай бір таңда қалғып ең. Әлді естісең балдызды ұзатып жібер алдымен. Алдыңнан дейсің сусын әкелеміз,
осылай жездеңізді мәпелеңіз ибалығып өсірген анар гүлді аризамыз ана мен әкеге біз қонақ деп төбемізге қыз көтерсе біз оны одан биік көтереміз өзіңде ер сыйлайтын аруларға айды да аспандағы шіркін әпереміз әрайрым 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 шешен деп кеміткенің бұрыс боп тұр жездеңіз ана тілмен тыныстап тұр әзілдеп айтып едім халқым үшін халыққа көңіл сыйлап дұрыстап бір әйтмесе арғы жақта сенің жездең айтыстың көшін бастап туыстап тұр мамандығың ақындық әдебиетші Астанадан жап жақсы жұмыс тапқыр өзің айттың балаңда байыңда жоқ шынжырлап мұнда сені шіркін кім ұстап тұр әрайрым 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 құста болғым келмейді қанаты бар қанатым бар күмістен жаратылған сәби болғым келеді сәби болғым бесік жырын тербетіп ана туар бесік жырын білмейтін арулардан ертегі тыңдамайтын шіркін бала туар әрайрым 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 туыстарды жақсы көрем Шыңжаңдағы шашылсын солар үшін жыр маржаны ағайын Бекболаттың әнін тыңдап байқалды жүздеріңнің нұрланғаны Ши Цзиньпин жемқорларға күрес бастап алдында тұр асқақ бір жунг арманы жемқорлық біздің елде асқындап тұр біз келдік өздеріңнен үлгі алғалы азғалықтың қолдаса мәдениетін ешкімнің бүгілмесін бір бармағы қандастарым қазағым аман болсын үрімжі Алтай менен Құлжамдағы көбейсін жылдан жылға осындағы Бекболат Тілеуханның тыңдарманы келер жолы концертте отырса екен Шыңжаңның ұйғыр ханзуы шіркін дүнгендері әрайрым 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 айналайын жезден айтпай қойсам шақтың ау сөзбен кеш болды тез ұйықта деп анам айтқан балапан кезден жаттап өскенімді құлақпен естіп көрдің ғой көзбен әлди жеңіл тілге естіп жүрем анамнан күнде
бірге аю құсап балпиған жезде әлдейіме ұйықтап қап жүрме. Жырдан мініп алғаным теңбіл көгім, алдыңа шыға келдім сендім делім. Үй алыпсың неге барып алмайсың деп сұрадыңыз себебін сен білмедің. Сіздер жақта 500 мың қыз отырыпты деген сөзді интернеттен мен білгемін. Отырған қыздарыңа ортақ болмай, үйленіп апарайын деп жүргемін ай. Ойламап ем балдызым тор құрған деп, аю дейді балғым бек қорбиған деп, Алтайға кеп қалайша қорбибаймын, күнде жүрмін бұл жақта борминан жеп. Байқап тұрсам Анаргүл өлеңің көп, ел тамсанған және де өнерің көп. Сендей қыздар айталса бесік жырым, маған қатты уайымдап, сені қатты уайымдап керегі жоқ. Айналайын аман бол, Анаргүлім тақым қызып отыр-ау, анаң бүгін жағаласпай балызбен сақынада. Ақ батамды берейін саған бүгін. Айналайын бақытым Анаргүлім, бағың сенің бұйыртса жанар бүгін. Қайда жүрсің қарағым есен жүрші, маған керек тек қана, елге керек тек қана амандығың. Ән айтқанда қызыл тіл көміл жүме, қош айтайын мен енді үрімжіме. Бекболаттай балаңның әнін тыңдап, қолың жетті арманға бүгін міне. Тұра тұр жезде кетпеші, балдыздың айтар бір зары. Бекболат ағам келіпті, елге арман болған мұндағы. Сағынышын ата мекеннің әнінен жұрты тыңдады. Асан қайғымен бұқардай, дарыны дара толғалы, ханнан да беті қайтпаған, жүректе жатыр шын зары. Ұйқыда елді оятқан Абайдай алтын жырлары. Махамбет Мағжан Шәкерім, зарлы заманның құрбаны. Бекболат ағам бүгінгі солардың соңғы жұрнағы. Жүзін жүсіптей нұрлы дейдәрі, жүрекке тұнған иманы. Бір сіздей болса арман не қазақтың барлық ұлдары. Арыдан алсам анық сөз, Алаштың ұлы асыл ет. Кезеулі найза қолғалып, керден бір күнді басып ет. Асуда асу көлдерді, асуда асу белдерді, толқында толқын көлдерді. Ұрпаққа енші етуге бабалар қанын шашып ет. Аманда болшы алашым, әлемнің алып бағасын. Бақыт күгінге дәл мұндай, барлық көңілдер асық ет. Әлемдік жұлдыздарына
сіздердей ұл қыздарына күн сайын жүздестіруге қазақты Алла нәсіп ет. Ән салып жаққан әдемі жездекем менің өзгеге, қазақпен бірге болыңыз, қалмаңыз енді сөзге де. Аңсап бір жеттім мына ел осындай тәтті кезге де, орнымыздан тұрайық, айтпай тұр әлі тездеме, мен емес соқшы шапалақ балпиған мына жездеме. Ақындар өздеріңдей топты көрсін, біздерге соққан қолың отты болсын. Қазақты танығысы келген жұрттар көзінен ақындардың шоқты көрсін. Мұндағы ағайынға айтар тілек, аңсаған нағыз бақыт жетті дерсің. Ұлдарың бек болаттай бетті болсын, қыздарың анаргүлдей текті болсын. Мәңгілік ел боламыз деп жатырмыз, ағайынның бәрі сол шақты көрсін. Ал енді анаргүлді иіскейін, демеймін қарындасым бетті берсін. Маңдайдан сүйіп деймін бағың жансын, айтыстың соңғы сөзі лепті болсын. Мұнымды шетте жүрген әр қазаққа Нұрсұлтанның махаббаты шіркін деп білерсің. Арайрым, 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 арайрым.